Ассаламу алейкум, құрметті каналдың тергеушілер, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі видеороликте біздер екі системный блокты жалғастырамыз. Кешегі материнский плата болса, бүгіндікке мындай жесткий дисктерді ашамыз. Жесткий дисктердің ішінде міне сразу көріп тұрмыз. Мындай чиптер бар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Он құрамында алтындар болады. Мынанда негізінде алуға болады, бірақ алтында азырақ болады кішкене. Негізінде мынандай төрт жақтан аяқтар шығады ғой. Сон құрамында алтына көбіректеу болады. Мына уже двойной ножка болады, двухсторонний уже алтына азғантай болады. Мына көбінесе мынандай четырехсторонний выходтар болады. Солар алтын көбірегі болады ішінде. Так, тағы не бар мына жерде? Міне SMD конденсаторларды көріп тұрмыз. Мына қоңыр, ішінде палладий деген металл болады құрамында, біреу, екеу. Және крупный да, мынада ірі детальдер кәдімгідей. Көбінесе мындай кішкентай болып кездеседі, олар міне мынандай болып. Міне қандай болып. Мыналар кәдімгідей үлкен. Очень приятный, крупный палладиевый конденсаторы. Так, мынандай микроконтроллер болады дейді, міне мынандай қара. Ішінде алтын болады тоже, кішкентай. Міне мынау да сондай. Тағы айта кететін, міне мына несі подставкасы, ол алюмин. Так, мына разъемдарда алтын. Көрініп тұр, сарғайып тұр уже кәдімгідей. Так, енді біз мұны ашайық. Так, мына крышкасын аштым. Крышкасын аштым да, мындай ол шықты. Қазір до конца бәрін ашам. Просто мен мына металды түсінбей қалдым. Нержавейка ма, әлде нержавейка сияқты. Негізі магнит алмайды оны. Магнит оны алмайды. Түсінбей қалдым. Нержавейка шығар енді. Алюмин бекен. Так, қайда мынаны до конца ашып қайтып қосыларын. Так, мынаны жайлап ашып кетіріп. Жайлап мынаны ашыптық біздер. Міне уже все почти аштым. Опа, готов. Так, шуруптарға тұрсайық. Мына жерде мындай ұстап тұр екен ғой. Так. Өйтме дейді. Бармайым дейді оны. Так, мынау шлейф дейді ғой. Шлейфте бізде. Мүмкін мынау күміс, я палладиевый шлейф. Оны бірақ мен білмеймін анығын. Оны тек афинажниктер біледі. Так, мынау ше. Мынаның ішінде контакттар қандай екен мен білмеймін тоже. Білетін болсаңдар, кім біледі, комментария жаза қойыңыз. Так, бір чип бар мұнда. Мына алюмин. Мына өзі алюминиевый. Так, мына алюмин шығар. Алюмин. Салмақтың да белгілі алюмин екен. Так, енді
Основной платаны көрейік. Қызық, ішінде бір губка сияқты, бірдеңе бар сияқты, наполнитель ма. Так, значит, мында жаңа айтқандай чип. Мынаның ішінде не бар екен? Мынау күміс болу керек. Шлейфтің ішіндегі штыректер. Так, мына шлейфті лақтырмаймыз. Мына кнопкалар күміс кнопкаға похож. Мыналар. 4. Так, мына разъемдар сірә алтын. Алмам екен. Алмайды екен, пока. Соны алып көрейік. Жоқ, олар бұлай алынбайды екен. Так, в общем, разъемдар алтын. Алатын зат көп екен, мына жесткий дисктің ішінде. Мына платаны былай қояйық. Мынау подставкасы алюминий. Таза алюминий. Так, мына дисктерде домалақ диск. Оларда алюминдер. Мына чиптерді қалай алам? Чиптерді алуға оп оңай. Міне канцелярский пышақ. Бисмиллах деп былай бастаймыз. Мына ножкалар түбінен кесіп тастайсыз. Кейіннен отверткамен просто шұқып жіберіп аласыз. Чип. Бір чип дайын. Екінші чип. Бір. 2. 3. Жеткілікті сол. Міне осылай чиптер алынады. Ешқандай оның қиыны жоқ. Құрамында алтындар бар, мына чиптердің. Так, мында тағы да неше бар міне? 1, 2 чип бар. Осындай контроллер бар, мына контроллер. Және айтқандай SMD конденсаторлар. Енді мынандай дискті қалай аламыз? Мысалы, кілт жоқ та, мынандай звездочка отвертка керек болып тұр да, оған. Оның ешқандай қиыны жоқ. Аласыз да бүйтіп бір ұрып жіберіп болды. Ешқандай проблема жоқ. Мына диск шықты. Кәдімгідей диск. Екі жақта осындай міне. Так, енді мынау алюминий. Біз мына жерлерді мынаны флоп дейді, мен оны лақтырмаймын, мен оларды жинаймын. Мыс ол. Азғантай болса да ода мыс. Менде ондай мелкий мыстарды жинайтын бөлек коробочка бар. Бөлек жерге жинаймын оны. Енді жайлап байқаймай қаласыз. 2-3 кіле жиналғанына. Так, мынау да алюминий. Алюминий, мына жаңа несі.
подставкасы ба, корпус ба. Мінеке, мынау мыс, мынау да алюминий. Так, нәтиже қандай енді? Нәтиже. Мынандай шуруптар шықты. Мынау алюмин. Так, шуруп, алюмин. Мынандай плата. Мынандай чиптер шықты міне сол платадан. Мынау да алюмин. Және мынау да алюмин. Мынау азғантай мыс бар ішінде міне. Мысты біз алып тастаймыз бүйтіп. Мынаған қосамыз. Мыс, мынау магнит, неодимовый магнит, айтпақшы. Мына жесткий дисктерден шығатын магнит мынау. Өте мықты магнит болады. Міне. Қатты жапсады. Әне жақсы. Неодимовый магнит, именно жесткий дисктен шығады. Міне, мынау да дәл сондай, міне жесткий дисктен шыққан магнит. Так. Так, мыналар екі темір екен мынау. Темірге лақтырамыз оларды. Так, мынау диск алюминге жатады, ол негізінде. Мынаны мен білмей отырмын, мына магнит алмайды, бірақ салмақ магнитке не похож, алюминге не похож. Нержавейк шығар. Кім біледі, комментарийге жаза қойыңыз. Так, және значит так, бір жесткий диск біз аштық. Тағы да екі диск бар, оны екеуін ашайын. Нәтижесін көрсетемін. Так, мына екінші дискіні мен аштым. 40 гигабайт, енді бая ескі диск, мынау жесткий диск. Скорость енді скорость жақсы, бірақ ескі. Так, оның ішінде міне мынандай диск бар, айналатын. Системалар бәрі бір ғой. Так, ішінде мынандай разъемдар бар, ол алтын разъемдар. Ішінде алынатын заттар жаңағыдай көрсеткенде ана бірінші дискіден шыққан чип. Мына жерде міне мынандай төртбұрышты ақ сызығы бар. Ішінде тантал деген металл болады, онда жинасаңыз да болады. Міне мынау да сондай болу керек. Мындай ақ сызығы бар болса, ол тантал. Так. Және де мынандай SMD конденсатор міне, қоңырлар. Мынандай үлкендер кәдімгідей. Так, мынау да тантал ішінде. Болды, басқа. Енді мынау алюминиевый несі, подставкасы оның. Так, мынаны ашып бастайық. Так, мынау үшінші диск. Мынау металл. Білмей тұрмын, не металл екен мынау. Мынау не екен? Мынау уже темір. Однозначно, магнит алып тұр. Темір. Так, енді мынаны ашып бастайық. Мына қызық болып тұр екен. Так, жарайды, ендеше. Екінші жесткий диск жайлап ашылды. Так, шуруптарды бәрін алдым. Тек қалғаны міне, отверткімен ұшқы жүру. Так, мынау магнит. Мынау алюмин.
азғантай мыс бар міне мына жерде. Так, мынада магнит болу керек. Оны так, мына жерде бір шуруп бар екен. Алынады. Сосын мынаны, как обычно, балға деген емшіні шақырамда бір ұрып жіберем. Мына система кішкене басқаша екен, но ода бағынады. Балғаға бағынады. Мынаны бағындырдым. Міне мына затпен мына жерден бір-екі рет соғып болды. Ешқандай проблем жоқ. Оны аяйтын нәрсе жоқ. Оны выставкаға дайындамаймыз. Соғып шығару керек. Болды. Басқа оған амал жоқ та оны. Так, сосын міне мынандай зат шықты. Ішінде бірдеңе бар. Погремушка сияқты балдардың. Бірақ ондай заттарды мен еш уақытта да ашпаймын. И вам не советую. Оны тек мусорға лақтырамыз сразу. Болды. Так, значит, не көріп тұрмыз біз мына жерде, мынандай зат қалып қойыпты ғой. Так, шуруптарды алып тастаймын. Ол темір. Мына жерде екі шуруп бар. Астында бір микросхемама бірдеңе болу керек. Бірақтанда. Бірдеңесі бар. Көрініп тұр астында. Күміс па, ол сондай бірдеңе болу керек. Так, значит, міне мына несі шығып тұр екен, мына шеті. Қазір мен не етеймін? Қағып жүйем. Опа. Күміске похож негізінде, бірақ мүмкін күмісті еместер, может. Ладно, алмай қояйын. Болды, кетті. Кейде сондай да болады. Алмай кетеміз заттарды. Так, мынау алюминь. Тек мына шуруптарды алып тастаймын. Сонымен болды. Таза алюминь мынау. Так, мынандай диск шықты тоже және жаңағыдай. Екі магнит неодимовый. Мынау ішінде азғантай мыс. Оны шықпаймын дейді ғой. Құттақандай болып. Құттақандай болып шықпаймын дейді ғой мынау деген. Маленький да удаленький. Оны біз аламыз все равно. Так, мынау мыс. Мынау алюминь. Мына стрелкасы. Зат. Так, ладно, кейіннен разберемся. Так, магнит. Мынау темір. Магнит алады екен, қара темірге кететін нәрсе. Металлолом. И мынандай несі бар. Чиптер жаңа көрсеттім, қалай алуға болады пышақпен. Мынандай алтын контакттар бар. Разъем. Онда аламыз. Так, очередь пришла на третий диск, как говорится. Вот он, третий диск. Будем его тоже сейчас разбирать. Оны дальше ашамыз, көреміз. Мына үшінші диск деген, оны вообще 30 гигабайт памяті он деген тіпті. Өте ескі нәрсе. Оны көп адам айтқан бар маған. Сен мынандай заттарды сындырған кезде неге соны сатпайсың деп та. Ол кімге керек мынандай заттар? Баяғы ескі заттар, память аз, скорость аз. Ол тек қана мындай разборға кететін заттар ғой, болды ғой. Так, мына үшінші жөсік дискті аштым. Шуруптарды бәрін. Системасы почти бәрі бір. Олардыкін. Так, алатын жаңағындай. Міне, ішінде тоже так же. Чип. Мына двойной выходы. Ода жене бересіз ғой. Азғантай құрамында алтыны бар. Бірақ ескері өтейім. Мына негізінде 4 бұрышты чиптерді алтыны көбіректеу болады. Так, сосын міне мынауда сары тұтырған. Ондай жинайсыз, ода тантал ішінде міне қызыл. Мынандай сары цвет и мынандай полоскасы болады. Ол деген тантал болады ішінде. Так, мынауда тантал. Мынау. Ода жинайсыз. Мынада сондай тантал. Екі выходы болады да мынандай.
Так, тағы не көріп тұрмыз біздер? Мына жерде SMD конденсатор, мында ірі кәдімгідей әдемі конденсаторлар бар. Соларды жинайсыз. Жинаймыз. Ішінде палладий бар. Так, мына жаңағыдай разъемдар алтын. Так, что-то ұстамайым дейді. Көрсетпеймін дейді. Так, мына алтын разъемдар. Мына күміс болу керек міне. Жаңағыдай дискі. Онда жаңа нені шақырам қазір? Балғаны. Балғамен бұрамда мынау шығады. Так, мынау да мына неодимовый магнит. Міне жабышты уже. Алюминий стрелка. Так, міне үшінші жесткий дискті аштым. Как всегда, балғамен ұрып. Так, мына жерде мынандай флопик алмапты. Опа, готово. Алынды. Так, значит, но алюминь. Тап-таза алюминь. Так, мына платасы. Магниттер. Ішінде мынандай азғантай не бар? Мыс. Мындай диск. Біреу. Екеу, үшеу. Екеу. И міне мына үшіншісі. Міне бүгінгі видеоролик осындай. Үш жесткий дискті аштық. Кешегі системный блоктан шыққандан. Алынатын заттар бар екен одан. Чиптер, алюминь, мынандай разъемдар, алтын разъемдар. Осындай мінекі видеоролик бүгінгі. Тағы да қысқаша қылайын деп едім, бірақ қысқаша да болмай қалды. Қайтып ұзақтап кетті ролигіміз. Осыны айтқан келген мына жерде мындай магниттер бар. Магниттер өте мықты, жесткий дисктен шығатын магниттер. Мінекі. Так, осындай видеоролик. Егер де ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк. Бұйырса, келесі видеороликті қашан түсіретінін білмеймін. Бүгін үлгерсем, бүгін тағы да бір видеоролик жасайтын шығар, может быть, бірақ білмедім. Ертеңнен бастап Алла қаласа менде жұмыс басталайын деп жатыр. 3-4 күн менде демалыс болды. Сол демалысты кішкене үйде жатып каналмен айналыстым. Бірақ ертеңнен бастап жұмыс, таңертең кетіп, кешке келем, как всегда. Шаршап. Оған уақыт каналға бола ма, болмай ма? Бұйырса көреміз. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Әрине назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.